Міне кофтамыздың жеңінен бастап тігіп шығамыз. Етегіне шейін. Бұл етуші мыш сияқты алынған. Міне бір бетін тігіп алдық, және келесі бетін тігіп аламыз. Міне үстіп екі бетін тігіп алып, міне бүктегендегі көргендеріңіз міне осындай қып тігіп шығамыз. Міне осылай. Міне мен жеңнің аузына осындай манжет қоямын. Манжетімді алдын ала дайындап аласыздар. Мен манжетті тігіп айландырып алдым. Мінекей енді манжетті ішіне салып, тартып отырып, мен созылатын матадан тігіп отырмын манжетті. Айландырып осылай тігіп шығамын. Мінекей келесі жеңінде тура солай тігіп шығамын. Ішіне салып, бапкының бойымен айландырып тігіп шығамын. Міне тігіп алдым. Енді айландырып қарағанда осындай әдемі болып шықты. Міне көрдіңіздер ме? Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай орамалдардың бірнеше түрлері бар. Соны кез келген кофта тігуге болады. Міне жеңінде тіктік. Енді жағасында осы розовый матадан алып, бірінші матамды айландырып тігіп аламын машинаманан тартып отырып. Содан кейін барып, уже біз жағасына бұлапкамен шаншып, немесе көктеп тіксеңіздер де болады. Мен өлшеп көрдім, тура болғаннан кейін қойып, айландырып тіге салдым. Сіздер негізінде көктеп алыңыздар, тура өлшеп айландырып тіге салсаңыздар да болады. Оны осылай қойып, айландырып тігіп шығамын. Міне кофтамыздың соңына жеттік. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Үйіңіздегі кез келген орамалдан тігіп алыңыз.